Бәріңе сәлем. 25 мен 28 сәуір аралығында Лас-Вегаста өткен CinemaCon фестивалінің қысқаша қазақша қорытындысы. Фестивальді бірінші болып ашып берген ол Sony компаниясының панелі. Әрине олардың басты жаңалығы Человек-паук. Яғни Sony Человек-паук через вселенную мультфильмінде бақандай 240 персонаж болады деп уәде етті. Бұл дегеніміз бірінші бөліммен салыстырғанда 6 есеге көп. Сонымен қатар сюжет желісі бірден әртүрлі 6 ғаламды қамтиды. Және де сиквелдің атауы Spider-Man Beyond the Spider-Verse деп өзгерді. Яғни Человек-паук за гранью Spider-Verse. Том Харди мен Веномның фанаттары үшін өте керемет жаңалық. Веномның 3-ші бөлімі ресми түрде дайындық үстінде. Marvel Studios Черная пантера 2 фильмі міндетті түрде осы жылы шығады деп ресми мәлімдеме жасады. Және де студия фильмнің Шури, Окоя және Накия үлкен шайқасқа дайындалып тұрған қысқа ғана үзіндісін көрсеткен. Сонымен қатар фестивальде сөз сөйлеген Кевин Файги Marvel'дың алдағы 10 жылға жоспарланған фильмдері және де жобалары жетерлік деген болатын. Сондықтан да Marvel'дың оқиғалары бітіп қалады деп қорқудың мүлде қажеті жоқ. Сонымен қатар Marvel ол жерде мультивселенная безумияның 20 минуттық үзіндісін көрсеткен болатын. Үзінді Стрэндждің басқа нұсқасы Америка Чавесті зұлым құбыжықтан қорғауға тырысатыннан басталады. Бірақ та ол негізгі Стрэндждің қорқынышты түсі болып шығады. Содан соң ол Кристина Палмердің тойына қатысады. Яғни Палмер таныстың шылчогынан аман қалған болып шығып, супергерой Стрэнджмен бірге бола алмайтынын біліп, 5 жылдың ішінде басқа жанды жолықтырады. Одан кейінгі сценада Гаргантостың Нью-Йоркке шабуыл жасап, Америка Чавесті қуып жүргенін көреміз. Дегенмен Стрэндж бен Вонг оған қарсы тойтарыс береді. Кейіннен Стивен Чавестің оның қорқынышты түстерінен қалай шыққанын түсінуге тырысады. Содан соң Чавес мультивселенная арасында саяхаттай алатын күші барын, бірақ та оны басқара алмайтынын және де Вишанти кітабын іздеп жүргенін айтады. Ал Стивен көмек сұрау үшін Вандаға келіп, бірақ екеуінің арасында жанжал пайда болып, сол жерден үзінді аяқталады. Marvel'ды айтқасын жерде DC-ді айтпағаным күнә болар. DC де CinemaCon'да біраз нәрсе көрсеткен болатын. Ең бастысы ол әрине Flash, нақтырақ айтқанда фильмнің трейлері. Онда Аффлектің біреуді қуып бара жатқан Бэтменнің артынан көрсеткен құпия Бэтменді және де керемет Майкл Китонды көрсеткен болатын. Ең қызығы Майкл Шеннонның Генерал Зоды фильмде болатыны ресми расталды. Ал содан кейін сахнаға Мэтт Ривз шығып, Бэтменнің сиквелі қызу дайындық үстінде екенін мәлімдеген болатын. Соңында Черный Адам жаңа кадрлармен бөлісті. Онда Доктор Фейтті анық көрсетіп, және де Черный Адамның өткен жағын көрсеткен болатын. Аватар фанаттары үшін де жақсы жаңалық бар. Көптен күткен жалғасының алғашқы трейлері Доктор Стрэндждің прокатына бекітіліп, 1 аптадан соң интернет желісіне шығады делінген. Қысқаша осы, егерде видео ұнаса, жай ғана лайк пен подписка болса жеткілікті. Ал әзірге көріскенше.